Саламатсыздармы? Мен Қызылорда облысы Арал ауданы нөмір 65 орта мектебінің физика пәні мұғалімі Ермекбаева Айдана. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз 7-ші сынып қатты денелердің қысымы. Оқу мақсаты: қысымның физикалық мағынасын түсіндіру және өзгерту әдістерін сипаттау. Есептер шығаруда қатты дененің қысымының формуласын қолдану. Тақырыпты айтпастан бұрын суреттерді қарастырайық. Берілген суреттер бойынша не айтуға болады? Бірінші, суретте көрсетілген күректердің қайсысымен жұмыс істеу жеңілірек? Қалай ойлайсыздар? Келесі, шаңғысыз жүрген адам неліктен қарға омбылайды? Және қолмен іс тіккенде неліктен бармаққа оймақ киеміз? Бүгінгі тақырыбымызда біз осы сұрақтардың жауабын алатын боламыз. Олай болса, қысымға анықтама берсек. Қысым деп, дененің бір өлшем бетінің ауданына перпендикуляр бағытта түсетін күшті айтады. Қысым П әрпімен белгіленеді, формуласы П тең F бөлінген S. Демек, қысым күштің ауданға қатынасына тең. Қысымның өлшем бірлігі. Қысым паскальмен өлшенеді. 1 паскаль 1 ньютон күштің 1 метр квадрат ауданға түсіретін қысымы. Тәжірибеде қысымның гектопаскаль, килопаскаль және мегапаскаль сияқты неғұрлым үлкен бірліктері де қолданылады. Гектопаскаль тең 100 паскальға, немесе 10-ның 2 дәрежесі паскаль. Килопаскаль тең болады 1000 паскальға, немесе 10-ның 3 дәрежесіндегі паскаль. Және мегапаскаль тең болады 1 миллион паскальға, немесе оны 10-ның 6 дәрежесі паскаль түрінде жазуға болады. Енді формуланы түрлендірсек. Қысымның негізгі формуласынан S ауданды табатын болсақ, күшті қысымға бөлеміз. Формуласы S тең F бөлінген P. Ал күшті табатын болсақ, қысымды ауданға көбейтеміз. Формуласы F тең P көбейту S. Және қысымның формуласындағы F күштің орнына ауырлық күшінің формуласы M көбейтілген G-ді, және S-тің орнына ауданның формуласы A көбейтілген V-ны жазуға болады. Енді қысымның қандай шамаларға тәуелді, яғни қандай шамалармен байланысты болатынын анықтайық. Қысым сол беттік ауданға әсер етіп тұрған күшке байланысты болады. Түсірілген күштің шамасы көп болса, қысым да көп болады. Түсірілген күштің шамасы аз болса, қысым да аз болады. Бірінші жағдайда күш аз болғандықтан қысым да аз болады. Екінші жағдайда күш көп түскендіктен қысым да көп болады. Демек, қысым күшке тура пропорционал. Келесі, қысым күш түсіріп тұрған ауданға да байланысты болады. Күш түсірілген беттің ауданы аз болса, қысымы көп болады. Күш түсірілген беттің ауданы көп болса, қысымы аз болады. Суреттерін қарайық. Бірінші жағдайда, яғни бірінші суретте, қар бетінде шаңғымен және шаңғысыз бала тұр. Байқасаңыздар, шаңғымен тұрған бала қарға аяғы батпаған, ал шаңғысыз тұрған баланың аяғы қарға батып кетті. Себебі, шаңғы бетінің ауданы үлкен болғандықтан ол қысымды аз түсіреді. Ал шаңғысыз тұрған баланың табанының ауданы кішкентай болғандықтан ол қысымды көп түсіреді. Сондықтан да оның аяғы қарға батып кетті. Тағы келесі мысал. Бірінші дененің ауданы үлкен болғандықтан ол қысымды аз түсіреді, ал екінші дененің ауданы кіші болғандықтан ол қысымды көп түсіреді. Бірінші жағдайда ыдыстағы құмға үстелді жалпақ бетімен қояйық. Сол кезде ол құмға батпайды. Себебі жалпақ бетінің ауданы үлкен болғандықтан қысымды аз түсіреді. Ал келесі, осы үстелді жалпақ бетімен емес, аяғымен қойған кезде ол құмға батып кетеді. Себебі жалпақ бетіне қарағанда үстелдің аяғының аудандары кіші болғандықтан оның қысымы көп болады. Енді тақырыпқа байланысты тапсырмалар орындасақ. Суреттерде 3 бірдей ағашқа денелердің түсірілген қысымы көрсетілген.
қай ағашқа қысым көбірек түсірілген? Дұрыс жауабы екінші ағашқа. Себебі екінші ағашқа түсірілген дененің ауданы қалған екі ағашқа түсірілген дененің ауданына қарағанда кіші болғандықтан қысымды көп түсіреді. Келесі тапсырма. Балалардың қайсысы батып бара жатқан адамға көмек көрсету кезінде дұрыс әрекет жасап жатыр? Біріншісі, мұзға жатып, батып бара жатқан адамға ағаш ұсынып тұрған бала. Екінші, мұз үстінде тұрып, батып бара жатқан адамға ағаш ұсынып тұрған бала. Қалай ойлайсыздар? Дұрыс жауабы мұзға жатып, адамға ағаш ұсынған бала. Себебі мұзға жатып, ағаш ұсынған баланың ауданы үлкен болғандықтан, ол мұзға қысымды аз түсіреді. Ал мұз үстінде тұрып, ағаш ұсынған баланың табанының ауданы кіші болғандықтан, ол қысымды көп түсіреді. Демек, мұз жарылып кетуі мүмкін. Келесі, суретке қатысты жауаптардың қайсысы дұрыс? Тірекке П1 қысымның әсері көбірек, тірекке П1 қысымның әсері азырақ, тірекке П1 және П2 қысымдардың әсері тең. Дұрыс жауабы тірекке П1 қысымның әсері азырақ. Себебі П1 қысымдағы тұрған дененің ауданы үлкен болғандықтан, ол қысымды аз түсіреді. Енді қысымға байланысты есепті шығарсақ. Бірінші есеп. 100 см квадрат ауданға 50 ньютон күш әрекет етеді. Қысымды анықтаңдар. Берілген жазып аламыз. S тең болады 100 см квадрат, F тең болады 50 ньютон, табу керек П қысымды. Бұл жерде бізде аудан сантиметр квадратпен берілгендіктен, халықаралық бүліктеу жүйесінде метр квадратқа айналдырамыз. Яғни 100 см квадратымыз тең болады 0,101 метр квадратқа. Шешуі қысымның формуласын қолданамыз. П тең F бөлінген S. Орнына сан мәндерін қоямыз. Күшіміз 50 ньютон, S ауданымыз 0,101 метр квадрат, тең болады 5000 паскаль, немесе 5 килопаскаль. Екінші есеп. Вагонның барлық дөңгелектерінің рельстерімен жанасу ауданы 0,1 метр квадрат. Егер осы вагонның массасы 30 тонна болатын болса, онда оның жерге түсіретін қысымы қандай? Берілгені ауданы 0,1 метр квадрат, массасы 30 тонна, табу керек П қысымды. Яғни есепте біз масса тоннамен берілген, біз оны килограммға айналдырамыз. Яғни 30 тоннамыз 30 килограмм, немесе 30 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесіндегі килограммға тең. Шешуі. Қысымның формуласын қолданамыз. П тең F бөлінген S. Бұл жердегі F-тің орнына ауырлық күшінің формуласын қоямыз. Демек, сол кезде формуламыз П тең NG бөлінген S-ке тең. Орнына сан мәндерін қойсақ, массамыз 30 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі, G-міз 10 ньютон бөлінген килограмм, және мына жердегі S ауданды 10-ның минус 3 дәрежесіндегі метр квадрат түрінде жазып алуға болады. Сонда жауабы 300 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі паскаль, немесе 300 мегапаскаль деп жаза аламыз. Енді тақырыпқа байланысты Word платформасымен тапсырмалар орындайық. Тапсырмада, яғни берілген сөздерді дұрыс нұсқалармен сәйкестендіріп қоюымыз қажет. Бірінші, 1 миллион паскаль. Бұл немесе мегапаскаль деп оқылады. Яғни 10-ның 6 дәрежесіндегі паскаль. Келесі, қатты денелердегі қысымның формуласы. Бүгінгі тақырып бойынша қысымның формуласы П тең F бөлінген S. Күштің ауданға қатынасы. Келесі, қысымның өлшем бірлігі. Француз физигі Блез Паскальдың атағына құрметіне қойылған, яғни паскаль қысымның өлшем бірлігі. Келесі, дененің бір өлшем бетінің ауданына перпендикуляр бағытта түсетін күш. Дұрыс жауабы әрине қысым. Бүгінгі қарастырған тақырыбымыз. Келесі, қысымның белгіленуі. Яғни қысымның белгіленуі П әрпі.
Келесі 100 паскаль. 100 паскаль ол дегеніміз гектопаскаль. Ал 1000 паскаль ше? Әрине ол килопаскаль. Келесі күштің формуласы. Қысымның негізгі формуласынан түрлендіріп шығарған кезде күшіміз қысым мен ауданның көбейтіндісіне тең. Яғни F тең P көбейтілген S. Келесі ауданның белгіленуі. Дұрыс жауабы S әрпі. Және соңғы сұрақ күштің белгіленуі F әрпімен. Яғни күш F әрпімен белгіленеді. Енді тапсырмамызды жауабын тексерейік. Барлығы дұрыс орындалды. Бүгінгі тақырып бойынша қысымның физикалық мағынасын және өзгерту әдістерін сипаттауды, қысымның формуласын есептен шығаруда қолдана алуды білдіңіздер деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.